Атышулы 91 тобына биыл 20 жыл толып отыр. Осыған орай біз 91 тобының әрбір мүшесін тауып алып, жеке-жеке сұхбат алып көрген болатынбыз. Толығырақ келесі бейне материалда. 20 жыл бұрын не болған білгілеріңіз келіп жатыр ма? 20 жыл бұрын біз өте қатты көтерілдік. Біз сияқты тек Төреғали көтерілді, бензиннің бағасы көтерілді, бірақ біз сияқты көтерілген топ болған жоқ. Білмеймін, сіздер қазір мені мақтанып жатыр деп айтатын шығарсыздар, бірақ мен өз басым біз сияқты топ көрген жоқпын. Біз сияқты ешкім болған жоқ. Сонда Рензо, Алау дейтін топтар көтерілмеді ме, олар қатты? Алау ше? Алау. Иә. Бізге барлық жақтан қысым жасады ғой. Тіпті қалаларға кіргізбей қойды. Шымкент, Ақтау, Атырау, Ақтөбе. Тіпті Алматыға әрең кірдік. Таулардың арасына тығылып, өйтіп-бүйтіп. Біздің топқа тіпті Төреғалиды қарсы болды. Одан кейін не айтасың? Болды, ары қарай ішім сөйлесін. Жоспарымыз керемет болады. Қазақстанды гастрольдік сапармен аралап, иглздарымызды қуантамыз деп ойладық. Топ шашырап кетті. Концерттер бірінен соң бірі атмен болды. Бітті сонымен. Эйс қазір не істеп жүр? Мен оны Алматыда бір донерныйда жұмыс жасайды деп естідім. Эйс естер ме? Ол үлкен кеме істеді, кетіп қалды. Америка. Америка? Үлкен кеме? Кім айтып жүрген сендерге? Эйзи ма? Эйзиға сенбеңдер. Ол Шәуілдірде. Шәуілдірде қой бағып жүр. Мен білмеймін, Шәуілдірде қой бағып жүр деп естідім. Гватемала ма? Куала-Лумпур, Китай. Шәуілдірде жүрмін екен. Бірақ Шәуілдірге кемемен сенбеймін. Мүмкін бірақ. Мә бізге Эйстің мекен жайын жазып бер. Енді мен нақты мекен жайын білмеймін, бірақ көрейін. 5-ші үй, 6-шы ма? Жоқ. 5-ші үй бардық қой. Жолдарың болсын. Құрметті менің Шәуілдірдегі иглстарым. Егер де мен дәл қазір сіздердің алдарыңызда құлағымды ұстасам, қалай қарайсыңдар? Егер де мен сіздерге жақындап 20 жыл бұрынғы әндерімді шырқап тұрып билесем, қалай қарайсыңдар? Майкл Джексонның биін билей алмасам да артқа жүріп өстіп өтірік билесем, қалай қарайсыңдар? Бізді құртқан тек шашымыздың түсі ғана. Біздің болашағымыз өте жарқын еді. Бірақ шашқа болмайтын шашқа ойладым. Жо шашта тұрған не бар жіктер айтыңдар. Мен ары қарай сөйлей алмайым, болды. Камераны өшір. Өшір деймін камера. Шаршаттыңдар. Қашан қайтсам болады? Мен оларға топты тарқатыңдар деп мүлдем айтпаған. Мен оларға тек шаштарыңды, сырғаларыңды алыңдар. Болды, бар керегі сол ғана. Ал олар, не істеді? Топтар қачып? Жоқ, ертең, мысалы, қарап отырсыңдар. Менің балаларым, менің суретім, өздерінің әкелері міне келіп көрсете алады. Дұрыс па? Ал олар не көрсетеді? Жоқ, не көрсетеді? Маған бәрібір. 20 жыл өтті. Дәл қазір шаштарын бояп, ән айтып шықсын. Бірақ олар ешкім түсінбейді. Жын шалдар деп ойлайды. Жынды деп ойлайды. Бар ғой жақсы топтар. Алашұлы, Жебе, Саламат тобы. Сонымен қатар біздің журналистер 91 тобының экс-продюсері қазіргі таңда Гүлдер ансамблінің директоры Ерболат Беделханнан сұхбат алған болатын. Өлек саламын. Енді ол кезде жас болдық. Қазір балдардың маған, менің балдарға деген ешқандай ренішім жоқ. Өнерлері үстем болсын, қайда жүрсе де аман болсын. Менің тілерім сол ғана, бақыт болсын. Мысалға қарасаңыз, екі қол, біреуі ашық, біреуі жабық, қарап тұрсыз. Жоқ, кеспейсің. Ол балдарға менің жоспарым көп. Ой, тұрайық онда.
Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Мереке Қалбаева, Медет Аманбай, арнайы Қызық Таймс бағдарламасы үшін.